Бәріне сәлем, сіздермен мен тағы да Бауыржан. Бүгін мен сіздерге іш пен балтырға арналған жаттығуларды көрсетемін. Біз өткен сабағымызда барлық бұлшықеттерді үлкеннен кішіге дейін өтіп шықтық. Ал енді бізде тек іш пен балтырды шынықтыру сабақтар қалды. Сонымен іштің бұлшықеттері не үшін қажет? Бірінші кезекте іш бұлшықетін шынықтыру барлық жаттығуларымызға қатысады. Бұлар отырып тұру немесе жерден көтерілу болсын тағы басқа жаттығулар. Яғни адамның денесінде сәйкесінше іш бұлшықеттері мықты болу керек. Балтыр. Ал енді балтыр жаттығуына оралайық. Балтыр бұл біздің денеміздегі мықты әрі қатты бұлшықеттеріміздің бірі. Егер сіздің тезірек жүгіргіңіз әрі тезірек секіргіңіз келсе, балтыр бұлшықеті сіз үшін маңызды рөл ойнайды. Сонымен жаттығулардың тікелей өздеріне көшейік. Мен бірінші жаттығуымда ішкі бұлшықетті шынықтырамын. Бұл орындықта бұралып отырудың бір түрі. Ол үшін бізге орындық керек, кереует керек. Алайда сіз бұл жаттығуды еденде де жасай аласыз. Бірақ мен қазіргі жағдайда бұл жаттығуды сіздерге орындыққа отырып көрсететін боламын. Біз қазір тұрып тұрғандықтан мен жаттығуды орындыққа отырғанда көрсетемін. Сонымен бастаймыз. Денемізді артқа тартып, аяғымызды жерден жоғары көтереміз. Біз осындай бұралмалы қозғалыстарды демді шығарған кезде жасаймыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Дәл осылай жалғастыра береміз. Сонымен 12-15 рет жасаймыз. Егер сіздің шамаңыз бұдан асып бара жатса, онда көбірек істесеңіз болады. Бұл бірінші жаттығу. Менің екінші жаттығуым бұл көлденең қайшылар деп аталады. Бұл үшін бізге орындық немесе еден керек. Мен өз жағдайымда орындықты пайдаланамын. Сонымен біз аяғымызды жерден біршама жоғары көтереміз. Яғни аяқтар мен едер арасында параллелі болу керек. Біз осындай қайшыны жасаймыз және тағы да қайталап айтамын, тыныс алуды ұмытпаймыз. Дәл осылай қайшылаймыз, дем аламыз. Демімізді қайтадан шығарамыз. Үшінші іш бұлшықетіне арналған жаттығуымыз бұл тік қайшылар. Көлденеңмен бірдей дәл солай орындалады. Тек бұл жерде жаттығу тегінен орындалады. Өткен әдісіміздей демді аламыз, демді шығарамыз. Демді аламыз, демді шығарамыз. Біз пресс жаттығуларын орындаудамыз. Енді бұлшықеттерге жаттығулар жасаймыз. Енді скалалас жаттығуына көшеміз. Балтыр бұлшықеттер еденнен жоғары көтерілуіміз қажет. Сонымен орындау үшін табанды бірге көтереміз. Дем аламыз. Дем аламыз. Демді аламыз. Демді аламыз. 12-15 рет жасаймыз. Енді оның ең негізгі жаттығудың бірі ұстап тұру. Біз пресс жасап біттік. Енді балтыр бұлшықеттеріне тек қана еден керек, басқа еш нәрсе керек жоқ. Сонымен аяқтарымыздың башпайларын бірге артқы жағын қосамыз да жоғары көтерілеміз. Көріңіз, табанмен ұшымен көтереміз де, екі қолымызды екі белге. Өзіміздің денемізді аяғымыздың ұшымен көтереміз. 10-15 ретте жетеді. Екінші жаттығу, екінші түрі аяқтың ұшы бірге тұрады да, ұшына көтерілеміз. Асықпаймыз. Тік ұстаймыз денемізді. Бұл екінші түрі. Үшінші вариант. Бұл нұсқа өкшеңмен баяу, асығыс емес, тырысамыз, ұстап тұрамыз. Тепе-теңдікті маңызды ұстау міндетті түрде. Егер сіз тепе-теңдікті ұстай алмасаңыз, қабырғаға сүйкем жасасаңыз да болады.
Бұл жаттығулардың артықшылығы неде дейсіздер ғой? Сізге бұл жасау кезде тренажерлар дым қажет емес. Сізге снарядтар керек емес, гір тасында, резинкеде тағы басқа ешнәрсе қажет емес. Барлығы оңай ынта керек. Енді осы жаттығулардың қателіктері мен әдістері туралы әңгімелесейік. Пресске қатысты сөйлесек. Адамның алғашқы қателігі дұрыс тыныс алудың сақталмауы, дұрыс демалмау. Ауаны жұтсаңыз, жаттығудың әсері болмайды. Бұл бірінші. Екінші жылдамдық. Орындау жылдамдығы. Егер сіз тез істеп жатсаңыз, тағы да мен айтамын, онда сіздің бұлшықетіңіз ештеңе сезінбейді. Бұдан әсер 50% төмендейді. Егер сіз 100%-ға толық орындағыңыз келсе, баяу және өзіңізді бақылаңыз. Балтыр бұлшықеттеріне де қатысты бұлшықеттер баяу жасалу керек. Үй тапсырмасы сізге бүгінгі көрсетілген жаттығу орындау керек. Сонымен үй жаттығу. Сондай-ақ 3 тәсілмен сіздерге көрсетілген жаттығуларды 3 айналымнан 12-15 рет қайталау техниканы сақтау арқылы, сондай-ақ бұлшықеттен 12-ден 15-ке дейін және де 3 нұсқадан қайталаңыз, міндетті түрде. Яғни бірден бәрін 3 вариантын жасауға болады. Сіздермен бірге болған Бауыржан, келесі кездескенше.